Біз жеңістің ұландарымыз. Осындай атпен Петропавл қаласында атақты 72-ші гвардия туының көшірмесін қарсы алуға арналған салтанатты шара өтті. Кездесу ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына арналып отыр. Осы эстафета Астанадан 55-73 әскери бөлімнен басталды. Ол да символично деп айтуға болады бір жағынан. Себебі елбасы жоғарғы бас қолбасшы Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев өзі сол әскери бөлімді ашқанда жауынгерлік сол бөлімге табыс етті. Сол бөлімнен өзінің жолын эстафета бастап Қарағанды, Теміртау, Көкшетау қалаларында, Астана қаласындағы әскери бөлімнен өтті. Салтанатты жиынға қатысушылар елі үшін жанын пида етіп, отанын қорғаған қарт ардагерлерді ұлықтауды мақсат етті. Сол сұрапыл соғыс жылдарында қаншама қазақстандық боздақтардың да өмірі қиылған еді. Ал бүгін олар бейбіт елдің нағыз қаһармандары. Бұл келешек ұрпақ үшін өте керек. Өйткені туы бар елдің мемлекеттілігі де болады. Эстафета бастауы ұлттық ұланның 55-73 әскери бөлімінен бастау алған еді. Сол кездесуде еліміздің жоғарғы бас қолбасшысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев туды өз қолымен тапсырған болатын. Міне сол эстафета араға көп күттірмей солтүстік Қазақстан облысына да келіп жетті. Жиында 55-те 10 әскери бөлімнің басшысы Петропавлдағы 66-та 37 әскери бөліміне әскери туды ұстатты. Получение боевого знамени. 72-ші гвардия туының бізге әкелінгені әскери сарбаздар үшін маңызды. Өйткені бұл жастар алдында патриоттық тәрбие береді. Бағдарлама бойынша жеңіс эстафетасы 92 күнде еліміздің жер-жерін аралап, 55 ірі елді мекендер мен қалаларында болып шықпақ. Ал 7 мамыр күні отан қорғаушылар күнінде жеңіс туы Қазақ елі монументінің алдында жеңіс шеруіне қатысатын болады.